кезден бастап ауыл аманаты мынау енді мына неге байланысты әр тараптануға байланысты осы көпшілік жұмысты қолға алып, одан бері кешегі әр тараптануға мысалы алма бақын салдық, одан бері жүзім, тағы да басқа мал бағытында, құс бағытында да жұмыс жасап жатырмыз. Қазір уақытта енді осы елде болса ерін етеді деген, осы елде әйтеуір қолымыздан келгенше осы абаттандыру жұмыстары бар. Елдегі мына 130 адам жұмыс жасайды. Өзі несі 415 түтін дейді, үй бар осында отбасы, сосын 2,5 мың үстінде халық тұрады. Қазіргі уақытта соның 130 біздің қарамағымызда жұмыс істейді. Өзіміздің офисіміз бар, аллея бар, биыл бәрін осы үлкен жұмысқа байланысты осы абаттандыру, осы ауылдың тазалығы бар. Енді таза Қазақстан деген өткенде президентіміздің акциясынан жақсы өзінің бағасын алып, соның өзінің статуэткасын алып, осы мемлекетімізде 3 орын болса, соның біреуін осы Абай Дәулет алып келді. Құда қаласа өзіміздің ұжымымызбен бөлісіп, соны қуанышымызбен сол енді өзі осы елде де сол тазалықты және мына экология мәдениетін әйтеуір қалыптастыру бағытында осындай көптегендер жұмыстар жасалып жатыр. Енді былай қарай жүрсек, сөйтіп жүріп те сөйлесе беретін шығармыз, да? 2018-ден енді осындай көптеген жұмыстар, қазір енді 2021-22-ден бастап кешені мына енді өздеріңіз білесіздер, әр тараптану деген енді әр тарап бір ғана күрішке қарап қалмай, енді қазір судың да тапшылығы болып тұрған, өздеріңіз де білесіздер, Дарияда. Сондықтан осы басқа да жұмыстармен қамту керек. Елде болып жұмыс істеп жүргеннен кейін енді күрішке алмаймыз деп не алмаймыз ба, тоқтатпас үшін сол әрмен қарай жұмысты басқаша түрлермен жандандырып, кешегі мынау құс бағытында ауыл аманатынан 27 миллион 600 мың теңге ақша алғанбыз. Сол енді өзіміздің қарамағымыздағы мамандардың енді өзі айлығынан бөлек қосалқы пайда көзі болсын деп енді кооператив ашып қойғанбыз. Сол бір күндік балапандарды алып келеміз, Қордайдан, Жамбыл облысы Қордайдан сол 35-40 күнде тұтынуға жарайтын, союға жарайтын қып, соны ет бағытында сол құс несін ашқан кепе, бір кепеде 1,5 мың алып келеміз да, сол 3 кепеде 4,5 мың болады. Біз енді оны келесіде одан сайын көбейтіп, әрменде ол енді сосын оның бағалары 1200 мыңның үстінде болса, бізде осы ауылға сол 800 теңгеден қолжетімді бағамен таратамыз. Жерде 4 түлік малдың бәрі бар, біздің шаруашылықта 3 мыңның үстінде жуық қой бар, 500 қаз бар, 500-ның үстінде қырғауыл бар. Енді оның бәрі қазіргі уақытта хобби есебінде болып тұр. Бірақ жаңа тауық бағытында, бөдене, оның бәрінде сол сүттің несін, ағарғандардың бәрін қалада Қымысхана деген магазиніміз бар. Дүкеніміз сонда қолжетімді бағамен, арзан бағамен сатылады. Сондай жұмыстар енді биыл енді мына аяқ астынан осындай жұмыстар қосылды да, осы мына мәдениет үйін, одан ауыл аманаты, жаңағы өңірлік жаңағы неге рикске байланысты оған да ақша бөлінді. Көптеген мамандарды осы жерде 13 нысан салынып, енді елде мына мысалы Қызылорда супермаркеті болса, бұл өте біздің облыстағы ең төменгі баға, оптовый баға, көтерме баға дейміз ғой, көтерме бағамен сатылады. Осыны елге алып келдік. Қазір осының ішінде бәрі бар. Тағамның да түр-түрі, жаңағы химия дейміз, тағы да басқа продукты бар, несі бар, бәрі бар. Одан бөлек қазір қараймыз, қолғап цехы, қолғапты тоқитын, одан носки тоқитын цех, ар жағынан пластикалық ыдыс шығаратын, біз өзіміз жан-жақтан сатып алатынбыз Шымкенттен. Қазір осындай цехты бір кәсіпкерді шақырып айтып, ол өзінің ауыл аманаттан ақша алып, 2,5%-бен, сонымен қазір уақытта өзінің несінің кішкене мини цехын қойды. Қазір біз содан аламыз. Өзіміздің ағарған сүтті, қымызды, шұбатты, тағы да ағарған ыдыстарымызды соған не қылып, ол да жақсы бағамен не қылып, мысалы мына қолғап қазір көресіздер, қолғапты көтерме бағамен базарда 200 теңгеден сатса, бұлар 125 теңгеден не қылып отыр. Оннан әртүрліден қазір бастапқы уақытта бір несін неған, бұл кісілерді үйренген, әртүрлі түсінен, сосын жаңағы өзінің тоқымасын нығыздап, сапасын жоғарылатып, бұлар енді бұрын соңды істеп көрмеген, бірақ енді не де болса да адам ғой сол. Велосипед тебуді аюға үйреткен адам ғой, сол сияқты оны істеймін десең, ол көптеген нәрсе. Міне көрдіңіздер, жап-жап, тап-таза, соның ішіне келеді. Ауылда осындай мәдениетті әкеп, осындай брусчатканы да төседік. Ана аллеядан бастап, ана фонтанымыз бар еді, енді шамалы салқындағы уақытта келдіңіздер. Ана жердің бәрі гүлзар, ортада фонтан, мұның бәрін несінің лампочкаларын ауысып, бұл жердің өзінде 3000, почти 4000 квадрат брусчатка ауыстан жерден. Оның бәрі сапасы жоғары Шымкент қаласынан алдырдық. Мұнан да Шымкенттің қаласынан алдырдық. Бұл жақта сульфатостойкий, не стойкиймен жақсы істейді.
өткен олар неше жыл тарихы бар мындай брусчатка әртүрінен осындай әкеп не алды. Осы Қызылорда супермаркет, мына ішінде керек деген заттың бәрі бар. Холодильнигі болсын, йогурт кірістір ма? Йогурт та бар. Бұл енді бұл. Аха, жүріңіз. Қала бойынша төмен бағалы. Иә, ол қалада. Жүріңіздер. Жүріңіз. Көп қонақтар. Кәдімгі қаладағыдай арбамен, немен, сеткімен мына жерде анау затын қойып осындай. Саламатсыздар, амансыздар ма? Иә, осы өзіміздің де өнімдер тұрады бұның ішінде. Өзіміздің Абай Дәулеттің мынау балдар жейтін әр түрі бар. Мына химияның да не керек, қандай түрі керек. Мына өзіміздің өнімдер. Сосын бұл жерде бізде енді Қызылордада күрішпен айналысатын, енді жалпы өзіміздің негізгі кәсіп күріш қой енді Қызылорданың білесіздер облыста. Иә, почти 80. Мына жерде мұны тауықтың да қанша грудинка дейді. Кәдімгі қаладағы недегі үлкен дүкендерде тұратын заттардың бәрі бар. Мынау жерде дайын қамырлар тұр. Қазір келіншектерде онша жұмыс істемейтін болды ғой қазір. Сиыр саумайды, не қылмайды. Онда айта кетейік, рас қой енді былайша келгенде. Бірақ дегенмен осының да бәрі не керек? Соны майдың да мұны көрінісі, иә. Мынау рашкилер тұр, макарон, вермишель дейді. Мұны сары майдың қанша түрлері тұр осының бәрі. Бәрі полуфабрикат, мұнан алады үйіне апарып, өзінің біреуінде жаңа не ғой, көбіне қазір полный прожарки дейді, полупрожарки дейді, сол сияқты оны да қуырудың да әдістері көп қой қазір. Сондықтан да осы нәрселерді қойып, балдарға йогурт дейді, басқа дейді. Бұл кісілерге де өтініш айттық, осы жерге келіңіздер деп, бірақ енді ешқандай несін төлемейді, өздері отырады, светіне несіне ғана төлейді, ондай бір кәсіптері өрлей берсін деп, мына нанды да свежий әкеп қойғанда жерде. Осында пісіріле ме? Мына наубайханада пісіріледі, наубайханадан да түсіреміздер. Иә, мына анияқта, мына яқтан өте берейік. Әрде Самат деген бауырымыз мына жерде. Қалайсыз әке, ассалаумағалейкум. Қалайсыздар, рахматтар. Осы азаматтар енді ауыл аманатынан ақша алып, осы әдісін көрдіңіз бе, бағана айтып жатқаным ғой, ақты ғана тоқып жүрген бұл кісілер. Қазір қызылында, қоңырында, қарасында өзі жұмысының бәрін мән беріп қарап, осылай жұмысына не қылып жатыр енді. Анандай уже вымпел дипломдар алып қойған көрдіңіз ба? Аз ғана уақыттың ішінде. Мынау носкилер мысалы қанша тұр? Қандай тұр? Бұлар жаңа айтып отырмын ғой, плотнысын жақсылап, мықтап, енді қолда тұрған дүниесі ғой. Көп болса жібі артығырақ кетіп, бірақ сапасы мол болып, балалардың да носкиліне шейін қанша әртүрлі. Көрдіңіз бе, балалардың носкиліне шейін тігіп жатыр ғой енді оны. Бағасы қанша болады екен? Бұның бағасы қанша мына кішкентай? 150 теңге. 150 теңге балаларға, иә? Бұл жерде жазылып тұр. 3-тен 5-ге дейін. 3 жасар мен 5 жасар. Иә. Бұл жерден бұл кісілер оптын беріп отырады ғой негізі, көрдіңіздер ме? Сіздерге ма, міне. Ақсуат деген аты міне. Жақсы, сапасы өте жақсы. Қалың көрдіңіз ба? Құтты екен. Бұларды әйтеуір қолжетімді бағасымен сатып, енді болады ғой, жасауға сол нәрсе ғой. Істеуге болатын нәрсе екен. Сәке, жақсы ғой бәрі, иә? Қалай амансың ба, жақсы? Дәулет деген азамат осы жерде облыс төңірегінде неше цехтарыңыз бар? Біраз бар сіздерде. Дәулет деген азамат енді өте жұмысы деген тиянақты, осы қойдың шек майынан да жасайды, тағыдан елады. Одан бөлек осылай қазір упаковать етіп, қазір көптеген нәрселер жасап жатыр. Қазір енді бұл соданың өзін алып келіп жатыр, әртүрлі нәрсемен. Сосын ана химияның өзін қазір көбінесе сөйтіп разливной немен әкеледі да, сосын құйып әр бөтелге не қылады ғой. Сол сияқты осындай. Бесарық сабын. Бесарық сабын деп мұны. Бесарық сабын деп қойғанбыз мұны. Осы ауылдың бренді қазір. Бұл да бағалар арзан. Қанша теңге тұрады? 200, 220, 180-ден тұрады. Бұл кісілер 100-ден сатылады, көрдіңіз ба?
енді ол мына жерден келеді да ала салады, ал қалаға барып жүрмейді, қалада ол қымбат алатын шығар даже. Иә, бұл жақтан заты арзан алады. Иә. Бұл кісілер сосын сапасы ғой, сапасы. Бұл кісілер онша пайданы не қылып отқан жоқ, қазіргі уақытта өздерінің жұмыстарын алға қою үшін. Саламатсыз бәке, амансыздар ма? Мынау ғой, мынандай немен алып кет. Кетті. Кетті. Иә, соны осымен алып келеді да. Қазір қараңыз, неше түрлі неде тұр қазір. Осында бәрі Осы міне өздерінің продукциялары, иә. Орман қай жерден аласың? Иә, Қазақстанда 4 қалада сатылады. Астана. Негізі Астанада өндіріледі. Алматыда, Атырауда, Шымкентте филиалдары бар екен. Бар түрлерінен бар. Бағасы қанша болды тет баклажка? Мыналар мысалы біздерге 23 теңгемен келеді. Иә? Бұның капсула бір бөлек бағасы, кришканың бағасы бір бөлек болады. Мыналар осы 35 теңгеден келеді. Сатардың бағасы қанша? Бір штугы. Кришкасын бәрі қосқан кезде қазір бір литрлікпен 55 теңгеден болады. Бұл первичные, мынау вторичный бар. Қайта өңделген ой бар. Мыналарды көрсеңіз, бұл қатты. Бұлар енді жаңағы анау атмосфераға да қарайды ғой жаңағы. Шуатқа неге, сол газынан негенде колалар бар. Суға керегі. Жасанды. Міне қарап отырсаңыздар. Қанша алып шығарады минутына? Сағатына қанша шығарып жатсыздар? Сағатына біз 500 деп не ғой, негізі өзінің кітабында 700 шығады деген. Бір айналымда 700 капсула салынады. Өте жақсы нәрсе. Қазір деген бұл таптырмайды өзі. Технология ғой, заманы. Міне проверкалар шықты, иә? Иә. Енді кигізеді қазір. Иә. Алғашқы салатындағы температураны ұстауға. Жоқ, Қытайдан алдырды ғой. Қытайдан, иә. Кеше біз осы құрылысты бастағанда, бұл кісілер тапсырма берген, тапсырыс берген. Біз осы зданияны салып боламын дейінше, бұл кісілердің заттары келді. Аға, 3 түрлі жарты литрлік, 1 литрлік, 1,5 литрлік. Енді мына жер әйтеуір, сосын бәрін арасы прозрачный болсын деп, мынандай нені қойдық. Бір-бірімен осы ауылдың адамдары ғой, бәрі бірге. Мына төбеден не қыламыз? Иә, тегін, оның ешқандай не жоқ. Рахмет, бәке. Қандай әдемі? Иә, келіңіз. Саламатсыздар, амансыздар ма? Мына Жарқын деген азамат, мына қазір өзі. Қазір заманауи бәрі минимализм, сосын жаңағы оперативность не болатын уақыт қой енді. Қазір қарасаңыздар, осындай нәрселер жасайды. Бұл кісілер негізі өзінің үйінде несінде жасап отқан ғой. Кейіннен біз осы помещениені беріп, осылай осы жерде жұмысын жасап, қазір кең жерде мынандай витринасы бар, ана шкафтары бар, станоктарын, дополнительный станоктар алды сосын. Жақсы, шүкір енді әйтеуір жұмыстары. Мықты екен. Қолөнер. Егіншілермен жұмыс істейміз. Ол егіншілерге дайын өнімдер сатамыз бір жағынан. Шик зат ретінде де сатамыз. Мынандай трафареттер, мына көрдіңіз ба? Мыналар наклейкілеріміз алды. Бәрін өзіміз шығарамыз. Мынандайларда. Жастыққа не қыласыздар, иә бұндай? Осындай детский жастықтарға нелерге сол. Тойларды көр, мысалы, өзін өстіп сатамыз шик зат ретінде. Мынандай қонақтарға бір не қылатын, иә. Сағаттарды да сіздер жасайсыз? Сағаттарды да өзіміз жасаймыз. Лазерный станокпен кесеміз. Сосын бояп құрастырамыз. Мынау неде мода болды ғой қазір анандай. Руларын жеті атасын жазып қойып, мынау сағатпен не қылатын. Осы станокта. Осы станок істейді, Бұл енді екінің бір адам істей бермеді ғой. Бұның өзіне де талғам болу керек, сосын жаңағы екіншіден жаңағы өзі бір
Маңдайға да тапсырыс бере ма сондай? Орео. бұл салондау Жалпы біз реклама есебінде шығарып қоямыз, осылай жасауға болады деп. Иә. Бүкіл Қазақстан тілшілері осыған қарап жасайды. Кеше Мысалы, мына жерде біз Твиттерға осылай жұмыс жететін сурет салып қойғанбыз. Бұны не істейді дейсіз? Бұны балабақшаға, мысалы, күзгі балға әртүрлі балалар костюм кимей ма? Сонда осы дайын алады да қырқып алады да әрі қарай киіншілер сатады. Бізде осы шикізатты алады. Біз көбіне мынаның барлығын тіккеніміз осылай жасауға болады деп жасап шығарамыз. Дұрыс. Ананы көрсетіңізші. Мынау как раз таблицаны жаттаса да жат. Балаларға жақсы. Жаттамалар. Бояу кетпейді, автомат бойынша салып береді. Мысалы, балаларға өте әдемі, қызықты, пайдалануға. Білімді болды. Андай көрпелер, тігіншілер осыларды тігеді да, біздер сатады. Біз мына бетін дайын шығарып береміз. Біздің жасалған кәсібіміз фотография деп айтылады. Түсіндіре алдым ба сізге? Яғни мына жерде мысалы құрақты құрақ болса тігіншілер, мынаны құрамайды дайын осылай Сурет. осылай жұмыстармен айналысамыз. дәл осыны сурет шығып жатыр міне осы кезде. Мына. Мына сурет па? Мына сурет. Мынау көрпешедегі сурет. Ой, солай жасамам. Бүкіл Қазақстанның өте тыныш адамдар өте көп. Қазақстанның барлық қала, ауыл-ауылдар, почтаға салып, күніне 10 шақты, 15 шақты. Және қазір бізде мысалы жаңа жыл шығып келе жатыр. Жаңа жылда балаларға, балабақшалардың балаларына қалташалар дайындап береміз. Біз осылай бетін дайындап береміз. Тігіншілер бізден алады да тігеді, бірақ олар әрі қарай сату жұмыстарын жасайды. Сатады үйде 2 күн бойы тігіншілер тігетін болады. Біз осылай да жасап береміз. Сонда біз қанша Қазақстан тігіншілеріне жұмыс тауып беріп отырмыз деген сөз. Дұрыс, әрине. Қанша адам біз арқылы табыс тауып нарық жеп отырған кісілер өте көп. Мысалға, мүмкіндігі шектеулі жандар өте көп бүгінде андай артық кисе алмайтын, не қылмайтын. Мысалы, мынандайдың барлығын біз кесіп береміз, дайындап береміз, жасайды. Ол жерде мысалы қолөнер сөмкесі, бұны да тоже тігіншілер тігеді. Біз осылар сөмкеден бапетін несін Бұл бәрін істеп берді. Холодильнигін алып келді, анау мына заттарын алып келді. Қазір пицца, дөнер, сондай нәрсенің бәрін мына мысалы қарап отырсаңыз. Сосын мына өзіміздің фри заводтан шығып жатқан қазір уақытта основном біз енді осы әкелген мақсатымыз фри завод қой. Фри заводты енді келешек өзіміз қалада фри жасап жатырмыз ғой. Бұл заводты қойғанымыз. Кафелер, мейрамханалар бәрі сатылып. Иә, ауыз тиіңіздер. Қыздар, жігіттер қайда? Сыртта жігіттер қайда? Дәулет шақыр. Келсін ауыз тиісін. Рахмет. Сіздер үшін осы. Осында суретке түсіп алайық онда. Иә, әрине. Қалай түсеміз? Мынау фри завод тұрған. Бізде енді көп. Бұлай тұрып, суретке түсіп. Ояққа да киіммен не қылмайды, енді основном біз бірақ жағы. Ояққа не қылмай қойсын енді. Қанша крахмал бар, не бар ана. Келіңіздер. Мына жаққа тұрамыз да, келіңіздер. Ағаларды шығарып отқан сізге. Ауыз тиіңіздер. Осы жерден кім? Қалаң емес па бұларға? Қалаң ішінде ме деп қоясыз фри? Жоқ, мынау шығарып қойдық қой. Жоқ, ол қаладағы бөлек қой. Оның мощності басқаша. Бірге тұрайық. Ал, келіңіздер. Керамогранит, былайша келгенде. Бірақ мына блескісі, несі, сөйтіп мынандай профильдерді салып, соң арасынан енді арзан нәрсемен қымбат нәрсе көрсетіп тұр қой үшін деген сияқты ғой. Сондықтан да осылай окантоп мынандай подоконниктерім бар. В общем, қолымыздың тимеген жер жоқ. Мынандай освещение сол үлгіде освещение, сосын детский площадканы салдық. Детский площадканың 21 миллион теңге болды. Осының астында газоны бар, басқасы бар, онысы бәрі келген балдар ойнайды. Бүгіннен жаңбыр болғасын демайтып. Әйтпесе мынандай жылда балдарды ұстап тұра алмайсың ғой енді. Мына жердің бәрі гүл болып тұрады. Мына жердің бәрі гүл болып тұрады жаздың күні. Тамаша гүлдер болып тұрады, өзіміз егеміз. Осы жердің мамандары бар. Талдарды өсіп қырқып отырамыз, не қыламыз. Мына полдың бәрі ауысты. Мына перде, мына потолок. Меңгерушілер біледі ғой, бұның алдындағы жағдайы қандай болып тұрды, қазіргі жағдайы қандай. Сондықтан да осы жерде мына жерде сұхбат бөлмесі деген бар. Осы ауылдағы, ауыл шаруашылық жағынан көп қой, бізде де жұмыс жасайтын мамандар бар. Солармен осы жерде отырып, мынандай сұхбат өткізеді, мына жерде отырып. Осы жерде ауылдың ақсақалдары бар, ақжаулықты аналар бар. Соған байланысты осындай сұхбат бөлмесін қойғанбыз, осылай отырып, әңгімесін айтып, ана біздің Мұхтар Ниязов
өзі бір қызық передачасы бар ғой, аты не, қызық, жоқ, Қызықстан деген ба, сондай. Соны өзі бір енді өмір болғасын неше түрлі қызықты жағдайлар болады ғой адам басында. Сондай онда келтіріп айту керек, сондай кісілермен отырып, сол бір передачасы бар, сол сияқты ғой. Бұл жерде де ақсақалдарды тыңдап, еңбек еткен адамдар, солардың бәрін қарап не қыламыз? Мынаның бәрі осылай жасалды, осының бәрі жоқтығым негізі. Саламатсыздар ма? Мынау біздің әжелер ансамблі. Бұл жерде де сол полный, капитальный, бұл жерде совсем басқаша түр болатын. Баяғы сол 79 жылды көз алдарыңызға елестетсеңіздер, біреуіңіз бар, біреуіңіз жоқ шығарсыз ол заманда. Бірақ мына столдардың бәрі ауысты, сиденьелер, мына пол деген 2 қабат линолеуммен ауысты, осының бәрін ковроланып төсеп, мына обойды алып, итальянский алып, соның бәрін келтіріп, мына радиаторды да мынандай үлгіде жауып, әдемі болып тұрсын деп, не деген, JBL деген американский аппаратураны қойдық. Ана әжелердің артындағы ол не жаңағы LED экран, оны да ауыстырдық, 4 миллион 100 мың қалды оны. Сосын перде мынау сахнаның көйлегі дейді ғой, сол сияқты. Сахнаның көйлегі мен әжелердің көйлегін тігіп, әдемілеп, сонымен әдемі болып жүрсін деп әжелеріміз осындай жағдай жасап қойдық, Алла қаласа. Не айтайын деп тұрсыздар? Сәлеметсіздер. Қабыл, Алла қаласа. Рахмет көп. Әжелер, президентіміз Тоқаевтың қолынан диплом алған әжелеріміз. Астанаға барып өлең айтып осындай. Жақсы. Түсейік әрине. Келіңіздер суретке бәріміз бірге түсейік. Әріптестер, суретке түсіп алайық. Келіңіздер, қаны.